Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз балық аулайды. Ловит рыбу. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздермен таныс болып, сөздік дәптерге жазайық. Послушайте, пожалуйста, новые слова, которые мы будем проходить на этом уроке. Запишите в словарь. Балық, рыба. Аулау, ловить. Қармақ, удочка. Келесі тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, ішінен жаңа сөздерді тауып, астын сыз. Прочитай текст, найди новые слова, подчеркни их. Келесі тапсырма. Суретке қарап, сұрақтың жауабын тауып, белгіле. Посмотри на рисунки, определи правильный ответ. Ответь на вопрос. Әлібек пен атасы қайда барады? Әлібек и его дедушка куда поехали? Үйге, өзенге, тауға. Әлібек пен атасы көлден не аулады? Что они поймали с реки? Шаян, құс, балық. Келесі тапсырма жазылым. Жіктік жалғауын дұрыс жалғап жаз. Правильно добавь окончание. Келесі тапсырма. Суреттерді сөзбен жазып, сөйлемдерді толықтыр. Напиши рисунки словами, дополни предложение. Үйге берілетін тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, диалог құрау. Ответить на вопросы, составить диалог. Әлібек пен атасы қайда барды? Әлібек и его дедушка куда поехали? Олар өзеннен не аулады? Что они поймали с реки? Қармаққа не түседі? Что попалось на удочку? Балық атаға не дейді? Что рыба сказала дедушке? Балық өзеннен неге кеткісі келді? Почему рыба хотела покинуть реку? Әлібек пен атасы не істеді? Әлібек и его дедушка что сделали? Балық атаға не үшін рахмет айтты? Почему рыба поблагодарила дедушку? О, елки-палки, кто трогает вообще? Елки-палки.